Құрметті жерлестер, мынау ұлы мереке тәуелсіздік күні мінекей келіп қалды. Бұл енді біздің тарихымыздағы шын мәнінде де мәңгі айтайықшы алтын әріптермен жазылған оқиға деп. Мынау ұлы алып держава кеңес одағы деген соның ең бірінші қазақша айтқанда қабырғасын қақыратып, мынау тәуелсіздік деген ұлы ұғымды ең бірінші халықтың санасын сіңіріп қана қоймай, оны іс жүзінде дәлелдеген осы қазақ халқы. Міне қазір сол тәуелсіздіктің жемісін Құдайға шүкір көріп келе жатырмыз. Бұдан кейінгі де Қазақстанның өмірі жарқын болады деген үлкен үміттеміз. Осы ұлы мерекемен жерлестерімді, барлық қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Еліміз осы көзделген жобалар, алдағы межелер, белестер, соның бәрін биігінен шығуға жазсын. Құдайым баршаңызға Алла денің саулығын берсін. Мынау қоғамдық келісім деген үлкен ұғымды тек қана іске асырып сол ілгері жылжи берейік. Ал енді құрметті менің көршілерім солтүстік қазақстандықтар, сіздерге осы асыл сөздерді арнай отырып, енді эстафета ретінде сол менің сөзімді жалғастырады ғой деп сенемін.